Егемен Қазақстан деген сөзің сөйлейсің ел алдында ақымыз деп, өзіңді насихаттап батырмыз деп. Меншікті журналисің бір газетте, отсың ба талайларға шатырмыз деп. Егемен Қазақстан деген сөзің билікке екі табан жақын қызмет. Мен сені ел дойлаған ердеуші едім, рухани өзімізбен жақынбыз деп. Бірде-бір шындық жазған мақалаң жоқ, таппадым газетіңнен атыңды іздеп. Қысып тұр қымбатшылық қос бүйірден, босып жүр жұрт арзандау сақырды іздеп. Ал сендер шимай жазып отырасыңдар, гүлденіп күннен күнге кәтірміз деп. Елбасыға ескерткіш тұрғыздық деп, ауылда фонтан құрап жатырмыз деп. Игага, ига, игага, игага, ига. Жан едім жақтырмайтын кешіккенді, Жансай апа қойсаңшы өшіккенді. Газетің ақиқатты баспайды деп, мені жамандағаннан не шықтенді. Орал жақтың жолдары нашар екен, тұрғындар лаймен батпақ кешіп келді. Сол жайлы мақала, сол жайлы жазып еді біздің газет. Қасым-Жомарт Тоқаев есіткенді. Премьер-министрдің өзі барып жемқорлардың желкесін кесіп берді. Бұйыртса бұдан кейін жөнделеді, жөндейді ғой Оралдағы осындай тесіктерді. Сондықтан газетіме рахмет айт, қара қазақ, қазақтар қара жолдан несіптерді. 50 жыл елемеген мәселені Егемен Қазақстан шешіп берді. Мәселеңді шешіп берді деп егемен, құм үстінде жүзгендейсің кемемен. Ел алдында көпіріп, соға берме өтірік, сол жолдарды көрмей жүрмін негемен. Шешіп берді деп мәселеңді мәз еткен, Рауан досым біздің жолды сөз өткен. Шұңқырлар тым ескеді, сонда егемен не істеді, бетін жауып кеттім әлде газетпен. Ағайындар қарап отсан қиылып, алдыңда жыр айта берем иеліп. Ақиқатты айтпасақ, абыроймен қайтпасақ, алпыс ақын неге келдік жиылып.